Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге 910 формадағы отчетты нулевкамен тапсыруды көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен Google'дарыңызға коммерциялық платежка ИСНА деп жаза аласыздар. Жаңа базамен тапсырамыз. Кірген кезде міне осы жердегі подать документы дегенді басасыздар. Сосын осы жерге поиске 910 форма деп жазасыздар. 910 десеңіз, найти десеңіздер, міне сіздерге шығарып береді осылай. Так, осы шыққан кезде 910 формадағы декларацияға кіресіздер. Қазір бізде 2025 жылдың екінші полугодиясы отчетін тапсыратын боламыз. Осы жерге екінші полугодияны және 2025 жылды таңдап аласыздар. Подать дегенді таңдайсыздар. Бірінші бет ашылады сіздерде. Егерде бірінші рет тапсырып жатсаңыздар, отчеттарыңызды вид декларации деген жерге первоначальныйны таңдайсыздар. Егерде екінші одан да көп тапсырып жатсаңыздар, очереднаяны таңдап аласыздар. Және егерде сіздер отчеттарыңызды қате жасап қойып, оны түзету мақсатында отчетты тапсыратын болсаңыздар, дополнительный таңдайсыздар. Және уведомление арқылы тапсыратын болсаңыздар, отчеттарыңыз дополнительные уведомления деген таңдап аласыздар. Келесіде признак резидентства деген жерге резидент деген таңдайсыздар. Және Б пунктын таңдап аласыздар. Не ведет бухгалтерский учет дегенді. Келесі екінші страницаға өтесіздер. Бұл жерде сіздерде отчет нулевкамен тапсырып жатқандықтан ештеңе толтырмайсыздар. Далетін таңдап, үшінші страницаға өтесіздер. Бұл жерде медстраховка шығып тұрады. Осы медстраховканы төлемесеңіздер алып тастайсыздар. Осылай ручной көшіресіздер. Ары қарай үшінші страницаға өтесіздер. Бұл жерде де ештеңе толтырмайсыздар. Төртінші страницада, бесінші страницада, алтыншы страницада ештеңе толтырмайсыздар. Жоқ, алтыншы страницаны толтырасыздар. Егерде сіздерде ИП-ларыңыз ауылдық, округтық жерде болса, осы жерде бизнес деген жерге өздеріңіздің ИП-ларыңыздың адресін белгілеп аласыздар. Ары қарай жетінші страница, келесі страницада біз УГД номерлерімізді жазатын боламыз. Бұл жерде бірінші по месту нахождения деген жерге ИП-ларыңыздың адрестерінің УГД-сын жазасыздар. Профильдеріңізден көріп аласыздар. УГД номерлеріңізді қателеспей жазыңыздар. Осы жерге екі жерге де УГД номерлеріңізді жазып болғаннан кейін, яғни ЕСУ деген жерге галочка қоясыздар да, сформировать деп ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып жіберетін боламыз. Сформировать дегеннен кейін міне сіздерге осындай страница шығады. Сәл күте тұрасыздар бұны. Сосын сіздерге осылай шығады. Бұл жерде подписать и отправить деп ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып жібере бересіздер. Мына жанында сіздердің жіберген отчеттарыңызды осы жерден көріп, сохранить етіп алсаңыздар да болады. Енді жіберген отчеттарыңызды қайдан көресіздер? Оны мои документы деген бөлімге барасыздар. Осы жерде налоговый отчетности деп шығып тұрады. Сіздердің жіберген отчеттарыңыз датасы мен сағаты барлығы осы жерде сіздерде шығып тұрады.